Каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл видеода беттің дағын қалай оңай әрі тез кетіруге болатындығы жайлы толық айтылған. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде өздеріңізге жасап көріңіздер. Зайба бүгін сіздерге дақтың кетуіне жақсы көмектесетін, оны ағартатын, нәтижесі бірден байқалатын керемет әдіспен бөліспекпін. Әрі бетіңізді ағартып аласыз, әрі бетіңізді нәрлендіресіз, әжіммен де күресте жақсы әсер береді. Ол үшін бізге екі ғана зат қажет болады. Бірі никотиновый кислота, никотин қышқылы, кез келген аптекаларда табылады. Бұл бетке өте пайдалы. Бетті жұмсартады, ағартады, нәрлендіреді. Оның терінің дұрыс жұмыс жасауына жақсы әсер береді. Екінші зат бізде цинковая мазь. Мен цинковая мазьма мән бермеңіздер, мен өте көп қолданамын бұны. Содан кейін цинковая мазь қазір көп жерде жоқ екен, орнына пастасын алсаңыздар болады. Осы екеуін қолданып, біз дақты әлде қайда ағарта аламыз. Оны қалай жасаймыз? Сіздің белгілі бір жеріңізде дағыңыз болса, сол дағыңызға никотин қышқылын алдымен жағып аламыз. Одан кейін оның үстіне цинк мазьын қалдық жағып қоямыз. Солай 1 сағат, 2 сағат қалдырамыз. Немесе түнде азанға дейін қалдырсаңыздар болады. Бұны түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Бұлай жасасаңыздар да болады. Қандай? Бұл никотин қышқылы әр бетті жұмсартып, ағартып, сонымен қатар әжіміне жақсы әсер береді. Бетке түгелдей жағасыз да никотин қышқылын, ал дағы бар жерлердің үстіне жаңағы цинк мазьын жағып қойсаңыздар болады. Міне, ватный диск көмегімен бетімізге полный жағып аламыз. Аллергияға тест жасауды ұмытпаңыздар, ханымдар. Аллергия беруі мүмкін, өйткені әркімнің беті әртүрлі, бірақ көп жағдайда аллергия бермейді. Аллергияны қалай жасаймыз? Аллергия тесті білекке бойын тұсына кішкене жағып, 15-20 минут күтеміз. Егер бетіңізде қышу, ашу, қызару байқалмаса, бұл сізге тура келеді. Бетке бірден сүртіп шығамыз, одан кейін барып, осы цинк мазьын аламыз да, біздер мысалы үшін мына жерде дақ бар деп есептейік. Сол жерге осылай қалыңдау қылып жағып қоямыз. Осылай 1 сағат егер уақытыңыз болса, ал мүмкіндік болса түнде қалдырсаңыздар күшті болады. Жақсы сіңгенін ғана қағаз салфеткамен сүртіп аласыздар да, қалғаны тұрады, жуып тастамай ертең жуып тастайсыздар. Осы әдісті қолдансаңыздар, сіздерге уже керемет нәтиже береді. Күнде жасауға болады. Бір 5-6 жасағанда сізде күшті результат болып қалады. Ал егер сізге дағы жоқ болатын болса, бетіңді нәрлендіріп, ағартып, жақсы жағдайға жеткізгім келеді десеңіз, никотин кислотаны жағып, артынан өзіңіздің ұнайтын креміңізді жағып қойып жата берсеңіздер болады. Нәтижесі көп күттірмейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге шын жүректен ұсынамын. Каналыма кіргелі, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.